14-14 бірыңғай байланыс орталығын білмейтін адам кем деген шығар. Оған бәрімізде сан түрлі сауалдармен хабарласамыз. Біздің сол қоңырауларымызды қабылдап, өңдеп, одан кейін бізге тыңғылықты қызмет көрсететін мамандардың жұмысымен бүгін таныспақшымыз. Арнадан алыстамаңыздар. Данияр Алматылынан сәлем. Соответственно, вы выбираете сертификат, аутентификат. Бұл байланыс орталығы кезінде тікелей елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен ашылған еді. Содан бері міне аттай 5 жылда өте шықты. Алғаш ашылғанда мұнда небары 20 оператор жұмыс істеген. Ал бүгінде штаттық құрам еселей өсіп, 120 маманға дейін жетіп отыр. Бұған қоса тағы 20 әдіснамашы бар. Олар қызметке қабылданатын оператор мамандарға жұмыс ретін түсіндіреді. Әр алуан жобалар бойынша оқытады. Курс шамамен 2-3 аптаға дейін жалғасады. Кейін үміткерлер емтихан тапсырады. Сынақтан сүрінбегендер байланыс желісіне жөнелтіледі. Ал бабы жарамағандар жұмысқа кірісе алмайды. Себебі оператор болуда еріккеннің ермек емес. Көрінген, көлденең жүрген көк аттының қолынан келетін шаруа дейтіндер де қателеседі. Мұнда заң білуің керек, мемлекеттік қызмет көрсетудің түр-түрінен хабардар болуың шарт. Бұдан бөлек адамдармен тіл табыса білу қабілеті, ойын еркін жеткізе алуы, сөзге жүйріктік, дұрыс дикция, қазақ және орыс тілдеріне судай болмағы да талап етіледі. Всего с 2013 года по сегодняшний день в единый контакт... 2013 жылдан бері бірыңғай байланыс орталығына 10 миллионнан астам азамат хабарласқан. Ал күнделікті бүкіл республикадан орташа есеппен 14 мыңға жуық азамат хабарласады. Байланыс орталығының штаттық құрамы 120 оператордан тұрады. Олар тәулік бойы кезек бойынша қызмет жасайды. Оларға қоса бізде мүмкіндігі шектеулі жандар да жұмыс істейді. Бұл 14-14 байланыс орталығының әлеуметтік жоба екендігін дәлелдесе керек. 14-14 бірыңғай байланыс нөміріне қалтафоннан болсын, мейлі үй телефонынан хабарлассаңыз да бір тиын шығындалмайсыз. Қызмет су тегін, оның үстіне кол орталық үзіліссіз жұмыс істейді. Тіпті мереке күндеріне де қарамайды. Яғни бір апта 7 күн, бір тәулік 24 сағат бойы кез келген сұрағыңызға жауап ала аласыз. Статистикалық мәліметке сүйенсек, бір клиентке қызмет көрсетудің орташа ұзақтығы 3 минут 40 секундты құрайды. Қоңырау соңында орталықтың жұмыс сапасы мен оператордың білік деңгейіне 5 балдық шкала бойынша баға беруіңізге болады. Хабарласушылар қызмет көрсету дәрежесіне көбіне ризашылықтарын білдіріп, жоғары бағалайтын көрінеді. Кол орталық оған лайықта. Мұны шетелдік әлденеше агенттіктер мойындап, мақтау қағаздарымен марапаттап үлгерген. Сондай-ақ операциялық залдың қабырғасында ілініп тұрған бір қатар сертификат оның халықаралық стандарттарға сай екендігін растайды. Основная его задача – предоставление достоверной, полной информации о всех... Негізгі міндет хабарласқандарға мемлекеттік қызметтер туралы нақты әрі толық мәлімет беру. Бүгінгі таңда біз 736 мемлекеттік қызмет бойынша кеңес береміз. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясымен тығыз байланыстамыз. Екеуара ынтымақтастық жайлы меморандумға қол қойылған. Одан бөлек біздің байланыс орталығы мемлекеттік органдармен қарым-қатынас орнатқан. Осының арқасында біздің орталыққа қызметтеріндегі өзгерістерді мәлімдеп отырады. Байқап тұрғандарыңыздай, операторлар залы open space форматында жасалған. Мұнда әр оператордың орны шуды оқшаулағыш материалдан жасалғандықтан ешкім бір-біріне кедергі келтірмейді. Біз байқаған тағы бір ерекшелік, мұнда әр оператордың алдына айна орнатылған. Мұның да өзіндік себебі бар дейді. Психолог мамандардың айтуынша, бұл олардың психологиялық тұрғыдан төзімді, салмақты да байсалды болуларына септігін тигізетін көрінеді.
Бірінші отыратын, қабылдайтын операторлар болады. Оларға түскеннен кейін олар өзінің сұрақтарының мазмұнына байланысты бөліп отырады. Маған керекті, мысалы, жобалар бойынша сұрақтарды біздің негізгі жалпы неге лақтырады да, кезек-кезегімен соған операторларға түсіп отырады. Көбірек қойылатын сұрақтар баланың туу туралы жәрдемақысын қалай рәсімдеу керек, қай жерге бару керек, соның кейін зейнетақының қорындағы жұмыстар жөнінде көбірек сұрайды. Бір тәулікте байланыс орталығына шамамен 12 мыңға жуық қоңырау түседі екен. Оның әр қайсысына операторлар 40 секундтың ішінде қосылып үлгеруі тиіс. Ішкі регламент сондай. Себебі неше түрлі адамдар хабарласады. Біреуі асығыс, екіншісі төзімсіз, ендігісінің шаруасы қауырт. Олардың қай-қайсысының болсын көңілін тауып, дер уақытында жауап беруге тырысу керек. Жұмыс үдерісінде үзілген қоңыраулардың да болатынын жасырып қайтеміз. Тек оның өзі 5%-дан асып кетпеу шарт. Осылайша телефон шылдырынан құлақ тұнатын мына залдағы әр оператордың қызметі қатаң қадағаланады. Сапаны бақылау қызметі дейтін арнайы мамандар бар мұнда. Операторлардың әрбір шалыс қадамы мен мүлт кеткен жерлерін солар тексеріп отырады. Артынан жеке дара отырып түзеу жұмыстарын жүргізеді. Для того, чтобы повышать качество услуг, Қызмет көрсетудің сапасын көтеру үшін арнайы мамандар жұмыс істейді. Сапаны бақылау қызметі таспаға жазылып қалған қоңырауларды үнемі қайта тыңдап, тексеріп отырады. Соның нәтижесі бойынша операторлармен түзеу шараларын жүргізеді. Байланыс орталығының сапа көрсеткіші балдық шкаламен есептегенде 4,7 ұпайға ие болып отыр. Біз бұдан да жақсы дәрежеге жетуге талпыныстар жасап жатырмыз. Бірыңғай байланыс орталығында ұзын саны 120 оператор жұмыс істейтіні жоғарыда айтылды. Ал тұтқаның ар жағындағы сол мамандардың 13-і мүмкіндігі шектеулі азаматтар екенін біле бермеуіңіз мүмкін. Яғни, орталық бір жағынан әлеуметтік жоба іспеттес. Мүгедек жандарға мұнда барынша жайлы жағдай жасалған. Үйден жұмысқа келіп, жұмыстан қайта үйге апаратын автобус бөлінген. Есіктен есікке жеткізетін бұл көліктің арнайы пандусы бар. Демек, арбаға тартылғандар да еш кедергісіз жұмысқа қатынай алады. Әлеуметтік қорғаудағы азаматтар еңбек кодексіне сәйкес 7 сағат қана жұмыс істейді. Алайда негізгі үдеріс үстінде ешқандай жеңілдік жасалмайды, бөлек тапсырма берілмейді. Барлық операторлармен тең жұмыс атқарады. Оған олардың мүмкіндігі де бар, білім танымы да жеткілікті. достижения единого контакт-центра на сегодняшний день подтверждены. Бірыңғай байланыс орталығының қызмет сапасы халықаралық сертификаттармен расталған. Мәселен, ISO 20000 сертификаты біз қолданатын ақпараттық технологиялардың халықаралық стандарттарға сай келетіндігін айғақтайды. Ал осы жылдың ақпан айында алынған EN 15838 сертификатына Қазақстан бойынша 2 кол орталықтың қолы жеткен. Мұның өзі біздің орталықтың қызмет сапасына, ұйымдастыру жұмыстарына, мамандардың білік деңгейіне берілген шынайы баға деп ойлаймын. Байланыс орталығының қызметі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңы менен мемлекеттік қызмет туралы заңнамаларында белгіленген. Халыққа қызмет көрсету, кеңес беру, тура жолды нұсқау, дұрыс шешім қабылдауға жәрдемдесу орталықтың басты мұраты. Операторлардың өзі бізге адамдарға көмектескен ұнайды деп ағынан жарылды. Осы сөз елімізде өркениетті қоғам орнай бастағанын айғақтаса керек. Бүкіл республика бойынша қоңырауларды қабылдайтын байланыс орталығына биыл тура 5 жыл толып отыр. Халыққа қызмет көрсетуді мақсат тұтқан орталық дами беретіні, өрістей түсетіні анық. Ақылды қаладан жаңа өзгерістерді күтіңіздер. Амандықтарыңыз тілерім.